Сәлем құрметті мергендер, бұл қараша айына арналған толық жылды жорамал. Қарашаның аяғында мергендердің туған күндері басталады. Туған айларыңызбен, туған күндеріңізбен құттықтаймын. Сіздер үшін қараша маңызды болмақ, себебі күн планетасы 21-нен 22 қараша күндерінен бастап сіздің туған белгіңізге қарай өте бастайды. Сол сәттен бастап сіздің жеке жылдық цикл басталады. Бұл қайта туу, қайта өзіндік трансформация жасау, энергияның жаңаруы және өмірлік жолыңыздың айы. Айдың бірінші жартысында сіз өткен жылды қорытындылап, ескі тәжірибені тазартып, жаңа өмірге дайындық жүргізесіз. Ал 22 қарашадан бастап сіздің өз уақытыңыз басталады. Күн планетасы сіздерге оптимизм, шабыт және өмірге деген құштарлық береді. Айдың жалпы энергиясы мен планеталық фондар туралы айтатын болсақ, күн планетасы 22 қарашада сіздің белгіңізге өтеді. Сол кезде жаңа жылдық цикл басталады. Марс планетасы 4 қарашадан 16 желтоқсанға дейін сіздің белгіңізде болады. Бұл белсенді әрекет пен батылдықтың кезеңі. Юпитер сәттіліктің планетасы, сіздің басқарушы планета сонымен қатар. 12 қарашада ретроградқа бұрылады, яғни артқа қарай жүреді. Бұл бұрынғы өткізіп алған, бірақ қолданып үлгермеген бір мүмкіндіктердің қайта оралуы. Меркурий 9 мен 29 қараша аралығында ретроградта болады. Бұл жоспарлар мен шешімдерді қайта қарастыруға өте жақсы уақыт. Бұл айда жаңа ай новолуние саршаян белгісінде болады. Бұл кезде ескі кезеңді аяқтау және рухани тазалықтың символы. Және полнолуние толған ай, яғни ай тауешкі белгісінде 5 қарашада толады. Бұл нәтижелер шығару және шешімдер жасайтын уақыт. Ал енді әрбір қарашада әрбір маңызды күндерге тоқталатын болсақ. 1-2 қараша күндері Венера сұлулық, эстетика, махаббат және ақшаның планетасы. Және Юпитер, сіздің сәтті планета, бір-бірімен квадратта болады. Бұл айдың басының эмоционалды болуы туралы. Қаржылық және әлеуметтік үміттер толық ақталмауы мүмкін. Қосымша шығындар туындауы ықтимал. Көбіне жақындарыңыздың немесе достарыңыздың қажетіне байланысты ақша шығару немесе қандай да бір шығындар болуы мүмкін. Бұл күндерге кеңес сабыр сақтау, ақша мен энергияны нақты мақсатқа ғана бағыттаңыз. 4 қарашада Марс планетасы сіздің белгіңізге өтеді. Бұл күннен бастап мергендердің қуат кезеңі басталады. Марс планетасы сізге батылдық, белсенділік және көшбасшылық энергия береді. Сіз бастамашыл, мақсаткер және жылдам боласыз. Алайда дәл осы күні Марс пен Уранның оппозициясы болады. 1 және 7 астроүйлер белсенді болмақ. Бұл күтпеген қақтығыстар, жоспардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл күнге берер кеңес бүгін келіссөздер мен бірлескен шешімдерді кейінге қалдырған дұрыс. Және әлі де сабыр сақтау керек. Себебі Марс сізді жылдам әрекет етуге итермелейтін болады. Ал сізді қоршаған адамдар сіздің артыңыздан үлгермеуі мүмкін. 5 қараша күні толған ай яғни тауешкі белгісінде толады. Бұл сіздің 6 үй астроүйге белсенді болады. 6 үй бізде күнделікті өмір, режим, жаңағы еңбек, жұмыс орны, сонымен қатар біздің қандай да бір үйреніп қалған қандай да бір әдеттеріміз туралы күнделікті. Бұл күні 5 қарашада жұмыс орнында немесе тұрмыста нәтиже алу және қорытынды жасау уақыты. Қандай да бір жобалар аяқталады, немесе таластар болған болса, пікір таластар болған болса, сол күні шешіледі. Кейбір мергендер ұзақ жобаны бітіріп, марапат алады. Бұл күнге кеңес денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Терапия, физикалық демалыс пайдалы болады. 6 қарашада Венера планетасы сіздің 12 астроүйге өтеді. Бұл кезең ішкі тыныштық және рухани қорытындының уақыты.
сезім, қарым-қатынас, ішкі ләззат пен тыныштық тақырыбы арта түседі. Кейбір адамдар үшін бұл құпия сезімдердің, ал басқалар үшін жазылу мен кешірудің уақыты. Құпия сезімдер деп айтатыным, мысалы, басы бос емес адамдармен кездесетін адамдарға байланысты болуы мүмкін. Басы бос емес адамдар туралы ойланыста, немесе қандай да бір өте қиын қарым-қатынаста жүрген адамдар осы күні қатты қобалжуы мүмкін. Бұл күнге кеңес: өз эмоцияңызды талдап білу керек. Жүрегіңізді артық ауыртпалықтан босату керек. 8 қараша күні Уран планетасы 6 үйге қайта оралады. Бұл 2018 жылдан бері басталған бір өмір салтының өзгерісі. Ол тағы да жаңғырып келеді. Бұл жұмыс, тұрмыс немесе денсаулық режиміндегі күтпеген жаңарулар. Бұл күнге кеңес: ескі тәсілге байланып қалмаңыз. Жеке жүйеңізді жеңілдік беру үшін өмір салтыңызды жаңартыңыз. 9-12 қараша аралығында Меркурий планетасы ретроградтық жүрісте болады. Бұл сіздің 1 және 12 астро үйлерді қозғайды. Бұл ішкі ой, өзін-өзі бағалау, болашақ мақсаттар қайта қарастырылады. Бұл шешімдеріңізді түзету және өз әрекетіңізді қайта талдайтын уақыт. 12 қарашада Меркурий мен Марс планеталары бір-бірімен қосылады. Бұл күні сіз келесі алдыңыздағы 6 айға арналған шешім қабылдайсыз. Бірақ оны дәл қазір нақты іске асыру қаңтарда ғана басталады. Яғни қазір тек мысалы жоба ретінде немесе идея ретінде қарастырып, жазып, немесе ойластырасыз, немесе шешім ниетіңізді қоясыз. Ал нақты істерді қаңтар айында бастайсыз 2026 жылдың. Және бұл күнге кеңес: асықпау керек, стратегияңызды қағазға түсірген жақсы. 12 қарашада сонымен қатар Юпитер де ретроградқа бұрылады. Юпитер сіздің басты планетаңыз, мергендердің. Ол артқа бұрылған кезде өткен 8 айдағы қандай да бір жіберіліп қалған мүмкіндіктерді қайта ұсынатын болады сізге. Бұл екінші мүмкіндіктің уақыты. Ол махаббат, сапар, оқу, жұмыс, бұрынғы ұсыныстар қайта оралуы мүмкін. Бұл күнге кеңес: бұрынғы бастамаларды қайта қарастыру. Қазір олар өте табысты болуы мүмкін. Қандай да бір мүмкіндіктерді кетіріп алған болсаңыз, немесе уақытында пайдаланбаған болсаңыз, қазір қайтып қарастыруға болады. 19 қараша күні Меркурий мен Уран планеталарының оппозициясы. Бұл күн шұғыл өзгерістер мен күтпеген жаңалықтардың күні. 6 және 12 астро үйлер белсенді болғандықтан, бұл күні жұмыста, денсаулықта немесе құжаттық істерде жоспар бұзылуы мүмкін. Ештеңе жоспарламаңыз, ағымдағы жағдайға ғана бейімделіңіз. Яғни істер қалай жүрсе, солай жүре берсін ол күні. Күн бойына тыныштық жақсы шешім. Яғни тынышта болған, сырттай бақылаған дұрыс әрекет еткеннен гөрі. 20 қарашада жаңа ай туады Саршаян белгісінде, ал мергендер үшін бұл сіздің 12 астро үйде белсенді болады. Бұл 12 үй бізде әрқашанда трансформацияның үйі. Сондықтан жаңа ай бұл үйде рухани тазалық пен ішкі босатудың күні. Ескі реніштерден босату, өзіңізді қорқыныштан, жалған міндеттерді артта қалдырыңыз. Сіз жаңа өмір кезеңіне дайындалып жатырсыз. Тыныштық, жалғыз болу, ойыңызды жинақтау сізге жаңа бағыт береді. 21 қарашада Меркурий және қара ай, яғни Лилит планетасының қосылысы болады. Бұл ақыл мен эмоция шатастыратын күн. Бұл күні күдік және жалған қорқыныш пайда болуы мүмкін. Ойларыңызға бұл күні сене бермеңіз. Бұл уақытша кармалық тұман деп айтуға болады. Жақсы ұйықтап, энергияны қалпына келтірген дұрыс бұл күнге кеңес.
24 қарашада Марс пен Ай түйіндерінің квадраты болады аспанда. Бұл күні сіз өткен мен болашақтың қиылысында болғандай сезінесіз. Кейбіреулер, кейбір адамдар, мергендер жұмыс пен отбасы арасында, кейбіреулер карьера, мансап пен демалыс арасында таңдау жасауға мәжбүр болады. Қандай да бір баланс, жұмыс пен мысалы үй сферасында баланс табу қиын болмақ. Бұл аспект жылына бір рет қана болады. Сондықтан шешімдердің барлығы стратегиялық жағынан дұрыс болу керек. Тепе-теңдікті сақтай білу керек, балансты. Бірақ бір бағытты толық таңдаған да дұрыс емес. Сондықтан барыңызша барлық өміріңіздің үй іші болсын, жұмыс болсын, барлық жерде де баланспен әрбіреуіне үлгеруге тырысыңыз. Яғни көңіл бөлуге, ресурс бөлуге. 25 қараша күні Венера мен Меркурийдің қосылысы болады. Бұл тыныш, жылы, өте жағымды күн. Сізге жақсы жаңалықтар, кездесулер, адамдармен, өзіңізге бір жақсы көретін адамдармен немесе бір жылы адамдармен сыйлық алуыңыз мүмкін, немесе ақшалай табыс келеді. Кейбір адамдар үшін бұл махаббаттың қайта жандану күні. Яғни егерде қарым-қатынаста қандай бір суықтық болса, қазір қайтып романтикалық кеш немесе романтикалық күн өткізіп қайта сезімдеріңіз жандану мүмкін. Бүгінгі кешті сол 25 қараша күні жүрегіңізбен өткізіңіз. Эмоцияңызды бөлісу шынайы ем болады кейбір адамдарға. 28 қарашада Венера мен Қара айдың қосылысы болады. Бұл күні құмарлық күшейеді, эмоциялар тереңдей бастайды. Кейбір мергендерге бұл ішкі артық сезімнің жарылысы болуы мүмкін. Артық тәуекел жасамаңыз, энергияны шығармашылыққа бағыттаған дұрыс. Және 30 қарашада Венера сіздің белгіңізге өтеді, мергендерге. Бұл айдың ең қуанышты күні. Венера ләззат пен үйлесімділік планетасы, гармония, әдемілік, эстетиканың планетасы. Сіздің бірінші астро үйіңізге өтеді. Бұл кезеңде сіздің тартымдылығыңыз, махаббат пен шабытыңыз артады. Қаржыда, эмоцияда жеңіл ағады. Өзіңізге жаңа бейне жасауға болады. Яғни салонға баруға болады. Имиджіңізді өзгертуге өте жақсы күн. Қорытындылайтын болсақ, қараша мергендер үшін тазалық пен қайта туу айы. Айдың бірінші жартысында өткенмен қоштасып, айдың екінші жартысында жаңа өмірге ену. Сізге күш, сенім және рухани жаңғыру беріледі. Егерде қысқаша айдың қай уақытта әрекет ету туралы айтатын болсақ, 4-нен 16-сына дейін осы аралықта барлық әрекет етіп, жаңа жоспарлар бойынша да, қандай шаруаларыңыз болса да, сұрақтардың бәрін шешкен жақсы. 20-21 қараша аралығында демалып, ойыңызды жинаған дұрыс. Ал 30 қарашадан бастап жаңа өмірлік кезең басталады. Құрметті мергендер, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Жаңа видеоларды көру үшін алдыңғы уақытта 2026 жылға толық жылды жорамал шығады. Барлық видеоларды уақытында көру үшін арнаға жазылып, қоңырауды басыңыз.